Ардақ Хадия қоры, қайырым қоры қандай жанұяларға көмек береді? Енді бізде екі категорияға бөлінеді. Біріншіден 2-3 айға жететін қомақты азық-түлікті біз апарамыз бір семьяға. Одан кейін екіншісі үнемі шынайы мұқтаж семьялар болады, үнемі оларға көмектесетін, яғни систематично дейді, ай сайын оларға тамақ апарып беретін. Сондай отбасылар бар. Ал енді осы семьялардың ішінде мысалы осындай қиын жағдайдан шыға алмаса көмектеспейсіңдер ме ары қарай? Жоқ, көмектесеміз. Мысалы ана видеода көресіздер ғой, семьяларды біз көреміз. Просто мынандай бір нәрсе бар да, бір семьялар видеоға түсуге келіседі, бір семьялар келіспей жатады. Енді әртүрлі мәжбүрлей алмайсың ғой, түсіңізші деген сияқты. Жоқ десе жоқ, иә десе иә. Семьялар бар, мысалы біз уже қанша 3-4 жыл болды ғой осы Хадия қайырым қорымен айналысып жатқанымызға. Семьялар бар, кәдімгі біздің тізімде ай сайын оларға азық-түлік апарамыз. То есть систематично олар 100-ге жуық, кейде азаяды, кейде көбейеді. Бірақ қазіргі таңда стабильно бізде 70-80 семья бар, үнемі оларға азық-түлік апарамыз ай сайын. Ал енді видеода сіздер көріп жатқан оларға 2-3 айға жететіндей бір қомақты қап-қаппен, қойымен деген сияқты апарып береміз. Ал енді ай сайын систематично кәдімгі үзілмей апарып тұратын семьялар бар. Оларға біз кәдімгі бір айға жететіндей азық-түлік апарамыз. Сол бір айдан кейін, немесе кейде бір айда 2 рет апарып қалатын кездер болады. Потому что звондайды, маған қиын болып отыр, тағы да барма деп. Ондайда үзірлі жағдайда біз тағы да соларға апарып сондай қызмет жасап жатамыз. Енді бәрі Алланың қалауы ғой. Одан кейін Хадия қайырым қорына осы халық ақша жинап жатады ғой. Сол жиналған күйде барып сол тамақты апарып жатамыз. Рахмет.